Assalamu alaikum. Қазақ елі, мына көріп тұрғандарыңыздай, қазіргі уақытта мынау Түркістан облысының, Түркістан қаласының бірлік елді мекенінің жеріні жеке кәсіпкер міндеп ешқандай құжат көрсетпей, мемлекеттік белгісі жоқ мынандай техникалармен келіп, осындай іс-әрекеттерін жүргізіп жатыр. Мына біреуінде бар екен 200Х 276 АЕ дейді. Ал енді осы жерді қаздырып жатқан жігіт, мен охранникпін деп, мына 093 07 автокөлігінің егесі осындай мәлімет беріп тұр. Қазіргі таңда біз 102-ге звондап Түркістан қаласының участковый инспекторын шақырған болатынбыз осы мәселе бойынша. Мына келіп тұрған техникалардың бәрі осы жерден жаңа тасты тасып, енді қайттан келіп тұр екінші рейске. Біздің келуімізге байланысты бұлар бұтырлықсы істей алмай қалды қазіргі уақытта. Қайттан түсіп, мына осы көріп тұрғандарыңыздай, қазір участковый инспектор да келді. Жаңа бір елка болса, мына екінші елкасы. Бұнда да мемлекеттік белгі жоқ, ешқандай. Осы бойынша Түркістан қаласының әкімі өзінің назарын аударып, әрі облыс әкімі Өмірзақ Шөкеев мырза осыларға көңіл бөліп, осындай табиғаттың талғанын шығарып, біздің келешек Түркістан облысының болашағына аяқ асты етіп жатқан мырзаларға бір шара қолдансаңыздар. Бұл не деген сұмдық? Көпшілік халықтың атынан бізге хабарласқан бойынша келіп тұр. Мен Республика Жемқорлық заң газетінің журналистімін, Аллашев Рахметулла. Міне көріп тұрғандарыңыздай, мемлекеттік белгі мүлдем жоқ. Мына келген қазір мына үстіне толтырып тасартып қойған мына машинаның. Мінекен не төбесіне президент жабу жоқ. Асфальтқа шығып, асфальттың бәрін ластап, жол жөнекей төбесінде тастар төгіліп, осында білгенін істеп жатыр. Бұл жаңағы тоймастықтың несі. Осыншалықты салама машинеге жолды ластап. Кім болып істейсіз бұл жерде? Қарауыл. Күзетші ме? Күзетші. Соты 8 702 285 98 25. Каспий моста дейді.